Қазақстанның бас прокуроры, сенаторы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің бұрынғы төрағасы Қайрат Қожамжаров Ресей азаматы болып шықты. Қазіргі таңда судай жаңа Ресей паспортымен пенсия тағайындап алып, тып-тыныш өмір сүріп жатыр. Қылмыстық жолмен алынған қаржыны заңдастырылған деген айып тағылып, қазіргі таңда іздестірілуде. Сонымен қатар Қожамжаровты Қазақстанға экстрадициялау қаншалықты мүмкін? Себебі мынау жоғарғы лауазымда отырған шенеуліктердің қаншамасы осы Қазақстанды тонап шетел асып кеткен. Жалпы мынау мемлекетті тонаған шенеуліктерді халық жауы деп айыптап, ату жазасына кесу керек. Сол кезде ғана мынау жемқорлық тоқталады. Мынау шіріген жемқорлыққа, жағымпаздыққа батқан биліктің халықтың қалтасынан түскен мемлекет бюджетіне қол сұғуға тыйым салу керек. Сондықтан мынау қазіргі таңда мынау билікте отырған шенеуліктерді қазір мынау жасанды интеллект енгізіп жатыр ғой. Сол арқылы тексеру қажет. Қай елдің азаматы? Себебі Қазақстанды тонап сатып кетіп жатқан шенеуліктер қаншама. Айта кетсек, мынау мәжіліс депутаты, мәжіліс спикері Нұрлан Нигматуллин қазіргі таңда мына Дубайда 50-ден астам жылжымайтын мүлкі бар екен. Қазіргі таңда қайда жүр? Себебі мынау Балхаш, Қарағанды, Жезқазған, Сатпаевтың мына жеке кәсіпкерлерінің рейдерлік жолмен қаншама бизнестерін тартып алған Нұрлан Нигматуллин қазіргі таңда қайда жүр? Сонымен қатар мынау Алматы қаласының экс-әкімі Бауыржан Байбек қазіргі таңда Японияда өмір сүріп жатыр. Неге жалпы біз осы мынау жоғарғы лауазымда отырған шенеуліктерді Қазақстанды тонап қашып кетуіне жол беріп отырмыз? Оларды Қазақстанға қайтарып, халықтың алдында жазалау керек.